2025 жылы балабақшаға, мемлекеттік балабақшаға баламызға қалай орын аламыз? Ол үшін сіз балабақша білім алматы KZ деген сайтты жазасыз интернет браузерге. Болмаса қазақ тілінде балабақша білім алматы KZ деп жазсаңыз, сізде дәл осындай страница ашылады. Балабақша білім алматы KZ деп тұр. Басасыз главная страница дегенге. Сізде дәл осындай бет ашылады. Қараңыз, мына жерде хабарландыру шығып тұр. Ертең барлық балабақшаларда орын ашылған уақыттарда дәл осы жерде хабарландыру тұрады. 2023 жыл биыл бірінші рет қабылданады, госсадиктерге тұрады. 2023 жыл бірінші кезек мына күні орын беріледі, мына күннен бастап ата-анаға көрініледі. Екінші кезегі ол июнь айының 1-нен, мысалы 2022 жылғы балаға мына күні беріледі. 2021, 2020 деп барлығы көрініп тұрады. Осы жерде хабарландыру шығады ата-аналар сіздер үшін. Одан кейін хабарландыру жабамыз, жеке кабинетке кіру керексіз, жеке кабинетке кіресіз осылай. Міндетті түрде ол компьютермен орындалады, телефонмен бола ма деген сұрақ болады. Жоқ, ол телефонмен болмайды. Сіздің ЭЦП-іңіз осы 2025 жылғы действующий ЭЦП, яғни сроғы бітіп қалмаған ЭЦП болу керек. ЭЦП-ні таңдау керексіз, дәл осындай страница ашылады. Және бұл сайт жұмыс істеп тұру үшін сіздің компьютеріңізде бұрынғы Java деген программа ғой, Java деген программа ғой. Қазір оны NCLR деп атайды. NCLR сізде болу керек, сол кезде ғана сіз осы сайтқа кіре аласыз. ЭЦП-ні таңдадыңыз, одан кейін паролін тересіз, сіз сөйтіп жеке кабинетіңізге кіресіз. Сізде дәл осындай страница ашылып тұрады. Егер сіз балаңызды әлі кезекке қоймаған болсаңыз, қазірден қойыңыз, өйткені ол кезек номері рөл ойнайды. Қазақ тілінде осылай ашылып тұрады. Егер сіз жоғарғы жақтан тілін өзгерте аласыз, қазақша түсінбесеңіз, орыс тілде қойып, орысша алсаңыз болады. Енді кезекке дәл осы жерді басу арқылы кезекке қоясыз. Ол жерде сіздің номеріңіз сұрайды, балаңыздың иінін сұрайды, қандай да бір льготыңыз бар ма? Әскери қызметкердің баласы, көп балалы, үйінде мүгедек баласы бар отбасы, педагогтың баласы, дәрігердің баласы, яғни медицина қызметкерлерінің баласы дегенде льгот бар, Одан кейін тағы не еді? 7-8 категория бар. Сол категорияның біреуін таңдау арқылы кезек номеріңізді алдыға жылжытсаңыз болады. Міндетті түрде анықтама саласыз. Мұғалім болсаңыз жұмыс орныңыздан, медик болсаңыз да жұмыс орныңыздан, военный болсаңыз да жұмыс орныңыздан, көп балалы ана болсаңыз, көп балалы ана деген анықтама, мүгедектігі бар деген болса, оның барлығын салып, сіз льготтық кезек номерін аласыз. Одан кейін өтініштер журналында сіздің жолдама алуға осы жерге кіресіз. Кезек номерін мына жер арқылы тексерсеңіз болады, ал статистиканы қарап шығу, именно қай балабақша қай кезде орын берді, осы жаққа кіру арқылы сіз көре аласыз, яғни ақпарат аласыз. Енді жолдама алу үшін өтініштер журналын басасыз. Сіздің осы уақытқа дейін балаңыздың кезекке қойған заявлениеңіз шығып тұрады. Балаңыздың аты, иіні, кезек номеріңіз және қай күні кезекке қойдыңыз, соның барлығы шығып тұрады. Льготаңыз болса, льготаңыз шығып тұрады. Баланың фамилиясының үстінен бассаңыз, баланың аты, жөні және кезек номері, мына жерде тұр 9672 деп. Мына кезекке қойған күніңіз барлығы шығып тұрады. Енді бүкіл ақпарат шығып тұрады. Жеңілдік категориясын өзгертсеңіз болады, кезектен алып тастасаңыз болады. Міне мемлекеттік балабақшаны таңдау дегенді басып, Алматы қаласында қай балабақшада орын бар, сол тізімнен сіз іздейсіз, өзіңізге керек балабақша ма, сіздің үйіңізге жақын, жоқ па. Жеке балабақшаға барсаңыз болады, который мемлекет ақшасын финансировать ететін, жартысын төлейтін. Мемлекеттік балабақшаны таңдау арқылы басасыз, сізде тізім шығады. Алматы қаласында именно қай балабақшаларда сіздің балаңыздың жасына сәйкес орын бар. Мысалы, 2022 жылғы 48-ші балабақшада орын бар. Сосын назар аударыңыздар, оқыту тілі қазақ тобында ма, орыс тобында ма, мына жерде жазылып тұрады. Мынау контактный номер. Міне сіз деген уже бұл балабақша туралы данный шыққан кезде көп ата-ана айтады, ой, мен білмей қалыппын, бұл менің үйіме алыс екен деп. Жоқ, міне балабақшаның үстіне апарған кезде адресі шығып тұрады, міне 10-шы микрорайонда, и картадан көрініп тұрады, қай көшенің қай жерінде. Осы жағынан қателеспеңіздер. Садикті таңдайсыз, осы списоктан тауып, ЭЦП-мен подписать етесіз, и сізге направление скачать етіледі.